Қолымыздан ұстаймыз. Ағыра шегінеміз. Кең қылар, ресторанға, бұлай жойылы. Ойбай, Спартак деп жатыр. Не бір қыздар бар дейсің, да? Демалмай деп тұршы, той бітіп қылайын деп тұршы. Екеу бір адуши билесінші, біз толқын қылайық, волна қылайық, Спартакпен әдемдеп бір күшті көңіл күй болсыншы. Раскачка, волна. Дайымыз ба? Қолды жіберге болмай. Море волнуется раз. Море волнуется два. Дайымыз ба? Ендеше Спартак. Мынандай келіншекті Құдай берді сағаншы. Маған да жіберген жоқ бар ғой. Саған ғана берді, братан. Мен бүгін айтамын, 49-40-қа келсек, мен көзім 40-қа келіп жатырмын да. Молодец, кімнің арқасы? Қымыздың арқасы. Рахмет. Дайынбыз ба? Кет, көтерейік. Еркелеп, биледек, екеуміз ғана билейміз. Varman ölmeysinler mi? Aynı olduğu gündüz Ayaz'dan korkusun falan. Valna degende işke qaray. Sizde tsunami mi var? Aynan bileyim bizde valna var. İşke qaray kirgenge de екеуін qısып қосып жіберу керек. Чтоб келесі жыл чтоб сәби болсын деп ойнап. Стоп. Отырамыз енді, отырамыз. Эй, дастархан басында отырамыз енді. Төрт қобылам тең болсын деп 4 дастарханға аман есен жеттік. Ендеше той қаласын 4 дастарханымыздағы әдемі құрметті қадірлі қонақтарымызды ортаға шақырайық, қошемет қол соғып қояйық, той төріне шақырайық.
Спасибо, спасибо. Мынау бүгінгі себеп мынау күйеу бала Спартак денсаулығың мықты болсын, бірінші сонымен халық болса бәрі болады. Алланың берген жасын жасай бер, мүшеден мүшеге бола бер. Айнар екеуің қолтықтасып бірге кәртайнай жасыра беріңдер, үбірлі шүбірлі болыңдар. Алла тағалаға солай дастархандар мол болсын, көңілдерің көп болсын, жолдастарың көп болсын, уайымдарың жоқ болсын. Осылай ойындық жетпесін, құдалармен де танысып жатырмын. Сол осылай ойнап күлгі бәріміз жасын. Семьяда бәрімізге бақыт тілеймін, бала-шағаларымыз шүбірлі болып, күбірлі болып, соның қызын атаймын. Спартак, Айнар, хочу пожелать всем здоровья. Такая хорошая пара. Всегда очень приятно на вас смотреть, всегда вместе, всегда счастливые, всегда радостные. Оставайтесь такими же всегда. Желаю всем здоровья, всем всего самого хорошего, долгих лет жизни. Спартак, Айнар, қуаныштарын осылай жылдардың жалғаса берсін, туған жетсе берсін. Спартак жасын ұзақ болсын. Өсіп атқан кішкентайлардың қызығын көріңдер, ең сау болсын, бақытты болыңдар. Осылай туған туыстың ортасында осындай тойдан тойға жетіп, әрқашан осылай кең дастарханда бас қосып жүре берейік. Жиеннің назары көп дейді. Назарымыз тек қана, назымыз тек қана жақсылықтан. Енді Шыңғыс Айтматовтың мындай өлеңі бар. Айналайын чудесное слово, жаль, что русскому сложно понять. Объяснить я готов ему снова, только бедно звучит в переводке. Бұл өлеңнің шумағын айтып тұрғаным өйткені дядя Урал, тетя Раушан мен үшін бір ерекше әлем еді. Керемет әлем еді, өйткені дядя Урал өзіме тек қана айналайын, айналайын деп солай деп айтады. Сосын енді отбасында ең кішісі болғасын ба, нағашылар ерекше еркелетеді, дядя Урал келгенде айтады. Осы барлық балалар бір төбе, Айгүлік, сен бір төбесін айналайын деп солай деп айтады. Орталық ауылына барған кезде ауылға ол да бір үлкен әлем. Ол жерде бір керемет жағдайлар болады. Сары 800-ны көрсең, бір жақсылық келетін сияқты болады. Сосын ақбоз ат болды. Ақбоз ат болды, ақбоз атты керемет жақсы көретін. Өйткені келген кезде тетя Раушан айтады: бүгін сені дүкенге апарам. Ағаштан жасалған дүкен болады, сол дүкен ішіне апарады айтады. Не алғың келеді, осы дүкен ішінен бәрін ал деп айтады. Солай еркелететін кереметке. Енді Берік, Спартак, Самал, Жанар бәріміз сол кезде текелес болдық та, бірге өстік. Енді өзімі сенімсіз, мен де сенің жасындамын, сен мысалы 49-ға келіп атсың. Айтуға болмай ғой 49 жас деген, бірақ бір үлкен белес екен. Сондықтан да осы мүшел жас, қазақ халқы мүшел жасты ерекше айтып өтіп, мүшелден өтіп, бүкіл қиындықтар, ауыртпалықтар артта ғана қала берсін. Алдан тұнып тұрған жақсылық қана. Сондықтан да Айнар екеуміз көп жасамыздар. Той болып жатқан кезде біз қандай жұмыс болса да, қайда болсақ та біз жата алмаймыз. Әр уақытта сіздердің жандарыңызда табылуға ұмтыламыз. Өйткені дядя Урал да, тетя Раушан да сондай әдемі адамдар еді. Берік, саған үлкен рахмет, аға болып, жаңағы тірек болып, осылай жүріп жатқанына алғысым шексіз. Мы вас очень любим, уважаем, ценим. Мне ермек келіп жатыр. Дядя Қалымжан Тезеуреш, ол да бір үлкен әлем мен үшін. Сондықтан да жақсылық, нағашылар 1000 жыл жасайды.
рахмет. Магазинді еске алғаныңызға рахмет. Кассин сортты ұмытпағаныңызға рахмет. Молодец. Осындай айту керек. Тойда бақытты бол. Не ол? Үші кассин костюм киіп қой, шалбар киіп қой. Молодец. Осыны айту керек. Бізге сол ыстық, сол балалық шақ, сол баяғы жыртық носки тесіп тұратын біреу, иә. Рахмет. Кім осылар? Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Мен бүгін маңнан бері өте жақсы тілектер айтып отыр. Сол тілектерге қосылам. Спартак братан, давай, саған тілейтін денсаулық мықты бол. Айналайын. Бай-бай бешер болыңдар, бақытты болыңдар. Осындай той әриді жұқсты болсын. Енді осы Нұрғалиев атамыздың әулетінде көп той болсын, жиналайық бәрімізді. Енді қазақша көп айта алмайым. Спартак братан, люблю, ценю, уважаю. Спартак айналайын, бақытты болыңдар, туғанның құтты болсын, жасай бер. Бай-бай шеу, барлық тілектер айтып жатыр. Барлықтарына тілейтін зор денсаулық. Осылай тек қана тойда, думанда ғана кездесіп беретін болайық. Малейкум, расында да ағамның мүшелі, бәрімізге дан бұйырып, көп рахмет. Басымызды қосып отырсыздар. Қаншама құдалар, ағайын туыс жан-жақтан келіп отыр. Осы тойға сол мүшелден мүшел тегімізді қайласа денсаулық, ала берген денсаулығын, алатын берген жасын осылай жүрмей жүрмей. Біздің арамызда айтады ғой, ағайын бауыр керек, жаңа өлең айттық, қаншама тілек айтылды, бауыр керек расында да. Қанымыз бір, сол сияқты Нұрғали атамыздың ұрпақтың жалғастырып ала жасап, тойына осылай үлесіп, бір-біріміздің осылай үлесін қоса берейік, қуанышқа, жақсыққа. Ағайын туыс, әрбір адамда үш жұрты бар, көз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты. Соның ішінде жан-жақтан жиендерді келіп жатыр. Өзіміздің бір құршақтан шыққан 6 апасыңлы, оның үстінде 4 апасыңлы, 2 ағайынды, сол сияқты соның тараған, соның құдалары жан-жақтан жиендердің тараған балалар, жиен-шағылар бәрі жиналып осында той тойлап жатырмыз. Ағам, саған тілейтінім ғұмыр, жеңгең екеуміз ала жасақ Құдай қаласа, бір жастықта қосағым мен қосағаныңыз, Құдай қаласа ала жаса, біз тек қана көбісінде соңғы уақытта қайғыда ғана кездестік. Енді тек қана тоймен табанымыз тоссын. Құдай қаласа осындай туған туысқандар тек қана жақсылап көретіміз бала қысығы болып, Алладан не десек соны берсін. Осындай дастархан әрбір үйде қуанышқа, жақсыға толы болсын. Енді күлді айтқан тілектер періштенің құлағына шалынып қабыл болсын. Расында да кең байдақ жеріміз кейінгі ұрпаққа бұйыратын болып, ата-бабалар сақтаған, қан төгіп қаншама өзіміздің руға бөлінбейік, алты алаштың ұрпақтарымызның көлемінде қандай керемет өзіміз жиналып отырмыз. Оған көрген де кісі бар, сол сияқты ертең енді өшесін басып жатырмын ба ағамның, сол сияқты маған шапанын кигізді, сол сияқты рахмет. Ертең ала жаса осындай бірлікте айтады ғой, ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп, сондықтан бірлікте ынтымақта жүруге жазсын. Рахмет. Мен барға тамада емес негізші, ішіп тыңдап жоқ, ойлайды мына ішіп көрмедім, мы все слушаем, все видим. Дауысы кімге ұқсайды? Жоқ, маған вообще қатысы жоқ. Дауысы кімге ұқсайды? Вот я заметил, только сейчас заметил. И уже прикалываться перестал. Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевқа ұқсайды. Мама, прям аумай қалып бар ғой. Еще мен сағаты көрсетен саспайды вообще. Рахмет, тілегіңіз қабыл болсын, господин президент. Меншер
болтайын, больше делаем. Рахмет. Ал. Жақсы, рахмет, Ереке. Ойын ғой бәрі, түсінеттен бе? Я думаю, что вы должны подарить ему часы. Я так... А кто часы дарит, тому любовь не придет. Это я придумал такой. У него есть любовь. Проблем без вкуса. Спартактың тойдан саған, той болсын бірге. Құтты болсын. Ал Туши, шапалақ. Сегодня твой день, Тоқаев, рахмет, уходи, все. Азамат. Что? Рахмет, мені ағам келіп отыр, бауырым келіп отыр. Кел, слушаш. Немене қалып тұрсын бе қарай екен. Тоқта, қасына тұрсай. Үйде бірге тұрасыңдар ғой. Шапалақ қол соқпай, мінеке арнайы келіп отыр. Қасиетті қара шаңырақ. Қара шаңырақтан келіп отыр мінеке. Әйтеуір күні. Ағам, дұғайынан көп тұрайсың. Өмірде бәрі жақсы жаппайсың. Тілемен бақытты болу. Мінеке, ағамнау 49 мүшел жасыңыз қайырлы құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыз. Айнар екеуіңіз бір жастықта бірге жасап, әдемі қартаюға Алла нәсіп етсін. Өмірлі шүбірлі болыңыздар. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Сол мына орталықтан бір әнді арқалап келіп отырмыз. Билеріңізге болатын. Білем осындай, тойдан кейін әдем кісі келіп тұрады. Ал, әдемілі фотоға түсіп алады, келіңіздер. Ал, конверт қалып қоймас, беріп қояқ қошыныя. Мод көліп жүреміз. Рахмет. Алла көзден сақтасын ия қошыныя. Болат қалып фотоға түсейік. Қазір бата қыламыз, алып алыңыздар. Қара сорпа, ақ сорпа, қымыз, қымыран, не бар, алып алыңыздар. Қазір бата қыламыз. Көрдім де бірден қаралдым, ұрлады есті жадырым, сұмдық қоймана биледің, жаныңы таяу қарапан, толқын шаштары киген қарапасыр қырғандай, асты оттай қарағаны шоқтай жаным. Бізді қалта шоуымызды бірден бастауға дайындалайық. Ағалар бұл бізді талан аластан қайтып келгенше бір би болудың
Әдемі, көңіл күй, қадірлағайын, сынға салмаймыз. Өткені біздің Спартак әдемі кешті өз үшін емес, бәрін сағынды негізі. Баршаңызды құшақтағысы келіп тұр. Келіңіз. Жігіт болсаң, міне қазақтың жігіті қандай керемет, бай салды, мінезге бай. Күштің, шошау жоқ. Табысы көп деп қояйын. Айналайын ақ батасын беретін күндер болса, төрімізге қазір Ербол ағамызды ортаға шақырып, ақ батасын алайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала тойға жайып атқан дастархандарыңыз қайырлы болып, дастархан мол болсын, көңілдер жайлы болсын. Спартак айналайын, денсаулығы мықты болсын. Жүзге Айнары қасында жүріп, әрдайым сені күтіп жүретін болсын. Айнары саған көп рахмет, айналайын. Не суатымыз біздің Спартак орғанда жанында болып, сол сенің шықын әк көңілін алып қаншарға сенімді. Өмір жасы ұзақ болсын Спартак, жасына жас қосыла берсін. Туған туысқандар бәріміз ақ болайық. Дастархандарыңыз той думанға жайыла берсін. Ауырын айтқаныз келсін. Ағалар далаға шығады, қыздар өшеті қалады. Женский шесті басталады. Ал, Ербол аға, сізге деген мінеке жанемізді бізден құрғылға бата жүрмейді дейді, кәдесіңі қабылдалыңыз. Музыка қойма, қазір. Полный жігіттер далаға шығады, қыздар өшеті қалады, қалташуды сразу бастап кетейді. Kalbimi kırdım bir defa, sakın dönme ardına.
Şaşırınız mı? Hadi bildiğiniz var. Haydar, 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 Haydar,
Погромче пошумим. Қыздар, кім 18-де? Қыздың жасы 18. Аденайын аштары, ол әзиз Асланмари, Петропавлға барып, келін болды. Айдай шумайда, Спартак, жұбайлы отырмаса. Ең бақты әйелі, біздің сұлуды ару. Айнарды қошеметтеріңіз болса! Я не слышу, друзья, еще громче! Дай им счастья, любви, самого здоровья! Дети көп болса! Шаршамайыз! Енді жаңадан шыққан ән Қайрат Нұртастың әні «Шәй-шейш» деп аталады. Қадірлі ағайын. Мама, не деген тишина мынау деген. Той иесінің дәмі, мейрамханамыздың ас мәзірі. Ендеше қарсы алайық. Әдемі ықыласты көңілменен дәмді тағамды ортаға шақырайық. Және алғыш дастарханымызды қарсы алайық. Тойды бастап берсін. Ай, бәрекет. Бұл кісілерден жастар қойып, көп билейді негізі. Гүл арнасын бұрылған екен, таудай бұлақтай арнаған екен. Ендеше той болсын, сүйінші деп той қылған екен, шапала қатты болсын. Аллаға еңбек қылайық. Кешірім, той сүйектауын. Спартак, құтты болсын, аман есен, үші жасын шығарсын, жасыға жас көрсін, деймін саулық кейін, қашан болсын, жас болып, қанат біліп туған достардың арасында, дастарханның тек қана жасылықта берсін. Басқаша болады деп ойлаймын, өз басымен денсаулық, бар жақсылық деймін. Үлкеніміз осылай арташанда төрде отыра берсін, бата беріп, сол туған туыстарына амандықпен арасында ойнап жүріп жүре беріңіздер. Спартак қуанған қатты болсын, денсаулығы мықты болсын. Айнар екеуің бақытты болыңдар. Айтылған тілектерге қосылам. Бүкіл жақсылық, осындай той думан кетпесін. Ашалан көп болсын. Шаңырақтарын биіктей берсін. Міне бәріне соны тілеймін. Тек қана жақсылық болсын, амандық болсын.
еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бәрі жақсы болсын. Алматан құтты болсын, жастан жасқа болмайыз, үші жас болсын. Аман болу қабыл ет, жақсы болды, бақытты болды. Сәке айнара, мынау сағаттан құтты болсын. Сәке міне үші жастан аман өтіп атсын, болсын. Жасыңа жас қосыла берсін, осындай мүшелердің бес-алтауына аттай бер, алған жазылғанымен. Үйіштеріне қызық қуаныш келбесін, тек қана дастархандарың осындай қызық қуанышқа жайыла берсін. Осы отырған қалай барлықтардың үйіңізден қызық қуаныш келбесін, бастарыңыз аман, деніңіз сау болсын. Сол сәке, сіздің жолыңызды бізге берсін, біздің жолымыз сізге берсін. Аман болайық, тірі болайық. Денсаулығыңыз құтты болсын. Микрофон шығаршы. Басыңыз жас қосылай берсін, осылай бақытты болып, той жақсы өтіп отыр, жақсылығымен болсын. Бәрі достарың аман болсын. Бәрі қуаныштымын. Осындай той бәрімізде шығысты болсын, бәрімізде осылай жасай бер, Алланың берген жасын. Желаю всего наилучшего, здоровья, счастья. Также, Айна, и тебя поздравляю. Желаю здоровья, всего наилучшего, чтобы было все хорошо. Желаю, главное, здоровья. Әженде екеуміз бақыт болыңыздар, үйлеріңіз жанғат болсын. Тойларыңыз тек қана тойдан той болып болсын. Осылай бәріне отырғанға денсаулық болса бәрі болды. Аман болайық, тойдан тойға болса берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті туысқандар, ағайын жұрт. Бүгінгі нағашы ағамның мүшел жасына шығуын тойына қош келдіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Бас иеміз. Ал аға, сізге не тілеймін? Бар жақсылық тілеймін аға. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Тәтем екеуіңіз бақытты болыңыздар. Бар жақсылықта тілеймін. Алла жазса, өзім іштей, өзіне және негізі арнайы сізбен Балғабек аға өз кішкентайлы болсын деп Алладан тілеймін екеуіңіз. Алла тағалам сіздерге кішкентай сәби бұйырсын. Сол барлықтарыңызға рахмет. Осылай ағамды сыйлап келіп жатқандарыңызға, арамызда отырған үлкен қарт ата әжелеріміз аман болсын. Жүгіріп жүрген кішкентай балапандар аман болсын. Сол бар жақсылық тілеймін, аман болыңыз әрқашан. Сізді Айдар тәтемді қатты жақсы көреміз, қатты сыйлаймыз. Мен нағашыларым негізі мықты адамдар өте. Үлкен нағашы ағам міне отыр. Рахмет сіздерге. Негізі Берік ағам мен Спартай ағам осы барлықтарына қолдау, туған інілеріне, туған қарындастарына әрдайым тірек болып қолдау көрсетеді всегда. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Рахмет. Спартак, Айна, спасибо, что ты пригласили. И я хочу в первую очередь сказать тебе, Спартак, то, что я тебя поздравляю с днем рождения. Я также слышала, что вы собрались в круиз. Там новый климат, там вы должны отдохнуть, все забыть, что здесь страна, отдыхайте. И главное, чтобы ваши мечты сбылись. Ты знаешь, что всегда, когда простые говорят, всегда желают, чтобы вы трое, четверо, пятеро, даже до 10, да, чтобы у вас было много, как бы все, мечта ваша, самое заветное, чтобы исполнилось, всегда верьте. И самое главное, всегда будьте здоровы. Знайте, что мы вас очень любим, ценим, уважаем. И также, конечно, хочу сказать, пользуясь случаем, хочу сказать Берегу огромный рахмет за то, что это самый старший брат и большая поддержка. И еще, конечно же,
Ой, я много чего хочу сказать, но это будет очень долго, правда. И, конечно же, всем сидящим здоровья, благополучия, о чем задумано, пускай у каждого исполнится. Потому что все-таки это бывает, что еще не один раз бывает, один раз в жизни. Ну, не один раз в жизни, но все равно то, что вот самое главное. И, конечно же, хочу сказать, вот так я люблю тебя сильно-сильно. Ай, микрофон жүреш. Рахмет. Ықыласынан қорқыту, адамның ықыласынан қорқыту дейді ғой. Міне, шын ниетінен көңілін қайтармайық деп тұр орныңа. Рахмет. Құрметті келген қонақтар, туыстар, жақындар. Міне бүгін Астананың төрінде үлкен той болып жатыр. Ол кімнің тойы десем, ол менің ағам Спартак ағамның тойы. Үлкен деңгейде өтіп жатыр. Келген қонақтар, туыстар, сіздерді көріп бір шаттанып жатырмыз, арнайып жатырмыз. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Мына жерде құда-құдар бар келіп жатыр. Бәріңізге де көп рахметімді айтамын. Спартак аға, Айнар, Жеңгешқа екеуіңе не тілейміз? Екеуіңе тек қана бақыт тілейміз. Осылай әдемі болып, өмірден әдемі болсын. Осы әдемі өмірлердің арасында әдемі керемет оқиғалар болсын. Тезірек шығу болып, тек тез қысатайық. Осы ағалардың барына қуанамын, шаттанамын. Қуанып айта аламын. Осындай ағаларым бар менің. Жеңгелерім бар осындай. Бұл алма Айнар әкем жасайген. Туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Айнар әкем бірге бартайық, бірге жасарым. Алға қойған мақсаттарын іште берді. Осы келген қауымға бәріңізге рахмет. Осындай той бар, жұқты болсын, денсаулықтар мықты болсын. Әрқашанда осылай жайнап жүре беріңдер. Сіздерге сол үгірлі-шүгірлі болыңдар. Отырған қариялардың жолдарын берсін сендерге. Ақ жол тілеймін. Ойлаған мақсаттарын іште беріңдер. Осындай көбелектер көп болсын. Осындай тойда бәріміз кездесе берейік. Жақсы ниетпен. Бар жақсылықты тілеймін, өз міндетім сіздерге соның жақсылықты тілеймін. Ендігі Ақжол круизбен алыс болған шаттанайық, саяхатымыз көп болсын. Бәл круиз отырып алғансыздар ма, немене біз? Біз прикол ұстамадық, круиз деген білесіздер ма? 40 күнге ауылға, 5 көлге барайын деп жатыр. Құрметті басшы қауым, ардақты қонақтар, бүгінгі Спартак ағамыздың 49-ші жас тойына қош келдіңіздер. Той басталғалы қаншама бата тілектер айтылып жатыр. Осындай жақсы бата тілектер қабыл болсын. Ең бастысы ағама тілейтін денсаулық. Денсаулығың мықты болсын, жасай бер. Әрқашанда Айнар екеуің бірге қол ұстасып, бірге болып қандай арман тілектерің бар? Армандарың жүзеге ассын, тілектерің орындалсын. Мынау сыйлап келіп жатқан тойшыл қауымға көптен көп рахмет. Алтын уақыттарыңды бөліп, сонау Петропавл қаласынан, орталық ауылынан, Бескөлден, Мамлюткадан, Шортандыдан, тағы да қай жерден, Қояндыдан, Астанадан, барлығымыз осы Спартак ағамызды құттықтап келіп жатырмыз. Көптен көп рахмет, даже Россия мен Тюмень бар. Осылай мінеке әрқашанда осындай қонақтар тек қана қызық қуанышқа ғана басымыз қосылып, осында отырыс бола берсін әрқашандан. Той-тойға ұласа берсін, әр шаңыраққа той тілеймін. Осындай мінеке, осы бүгінгі тойдың мәні де, сәні де болып отқан өздерің сіздер мінеке құдалар бар деген сияқты, бауырлар, туыстар, нағашылар, жолдастар барлығы осы мінеке осындай сыйластық болсын. Сіздерді сыйлап келіп жатыр. Мен қатты
қуанып жатырмын. Мен өзі Аллаға ризамын. Осындай ағаларым бар, апаларым бар, әдемі сұлу. Бәріне ризамын осындай мінекей. Ең бірінші Алла тағала, одан кейін өнер болып кеткен әкемнің, анамның арқасы ғой. Олар да бір аунап түсіп жатыр бүгінгі күні. Сіздерді жебеп жүре берсін. Әрқашанда сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Осындай қуаныш бола берсін. Тағы да айтам, сіздерге көптен көп рахмет. Ал құрдас, айналайын құрдас, табада құрдас, гонорарың өсе берсін. Осы бүгінгі тойды жоғары деңгейде өткізіп жатсын. Ризамын, көптен көп ризамын. Осындай той саған да жақсы болсын. 49 жасқа толып, осылай бізді шақыратын бол. Şapta kızlar kayda. Ağılsın bana, kolda barım bölüp bir yedirisi sana. Bizimden yerip kelime kendi ola. Hoşumet kayda, aynen şu kayda. Ey armak bana. Ağılsın bana, kolda barım bölüp bir yedirisi sana. Bizimden yerip kelime kendi ola. Ay Spartak, tuğan Spartak, 13'e tuğan kutlu oy, 13'e tuğan kutlu olsun. Rahmet. Kas. Bana bu kişi Kuday, bu kişi ananayın kardeşim. Karaş karşısında kançası жүрсе de video kalmayın. 28.000 tengege emes, 28 gün zakaz verip bölegen boşunu kolsa koyarken. Belki осы әулеттің мына еркесі әкелері қайда? Видеоғамызда Пагран. Пагран ба? Все, аяқ сөз байлайсың. Сәлеметсіздер ме кеш жарық құрметті қауым. Бүгін міне барлықтарымыз ағамыздың 49 мүшел жас тойына жиналып отқан жайымыз бар. Аға, тәте, шын жүректен құттықтаймын. Ең бірінші тілерім денсаулық, денің сау болсын, ауырма, сырқама. Тәте екеулеріңіз бақытты болыңыздар, әрқашанда күлімдеп жүріңіздер, жадырап жүріңіздер. Сіздерге айтар алғысым шексіз, сіздерде 4 жыл бойы осы қолдарыңызда болып, мен тәрбие алдым. Сол көптен көп рахмет. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Әрбіреуіңіздің отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Алладан не тілесеңіздер де орындала берсін. Осында той баршаңызға жұғысты болсын. Осы отырған барлықтарыңызға көп рахмет. Осылай қолдап, жиналып, тойды, осы той өткізу олай емес еді, ол көппен бірге өтетініңіз. Осы бауырларыңыз, осы кезде бір-бірлеріңіз қолдау көрсетіп, өте жақсы деңгейде өткізіп жатырсыздар. Сол көптен көп рахмет, тойларыңыз тойға ұласын. Ал ендеше сәл бұрылайық, қол соғайық Спартактың туған күніне. Қорытынды тілек. Тамадым. Өзім клиенттеріне шықпай қойды келінше. Ал, келінжан. Аға, тойларыңыз құтты болсын. Аға, сізге ең бастысы деніңізге саулық тілеймін. Армандарыңыз орындала берсін. Сізге бар жақсылық тілеймін. Өзіңізге не тілеймін, соны сіздерге де тілеймін. Армандарыңыз орындала берсін. Бірге айнаға дейкіміз бір жақсылыққа қартайын. Айтып жатады ғой, айлық қолда еретін дос, бала артта қалатыныз, бұл өмірдің қызығы сыйласқан сізбенбіз деп. Біз сіздерді жақсы көреміз, әрқашанда сыйлаймыз. Бізден алматы екенімізде кішігірімді сыйладыңыз. Міне мінекей жастар қандай келеді. Қошемет болсыңа. Айналайын Гүлназ, не деген мынау
Мынау вообще ұқсамайды ғой. Спартак 21 век. Отыра келейік, фотоға түсейік. Алмасын? Шамын күн болсын? Жаса. Бақты Құдай бересі алған. Вай. Енді 10 жылдан әдір ғой, енді не еді бия. Рахмет. Dinler Mahallesi. Gülnaz Rahmet Mahallesi küçüklüğü söyleyip oldu. Юбилейный торт дейміз бе, 3 жасына өткен деп құрметлі. Ал ендеше Спартактың туған күні арнайы, туған күні арналған той дәмі тәтті нанды қазалайық. Ал. Рахмет. Спартак. Бір жасы құтты болсын. Ендеше баршамыз алақан жайы Құдайым оңдасын. Уайым қайғы болмасын. Қадыратам молдасын. Бабашы шашадайыз алпамызды сұрағандай осы әулетке қан төресіне ұл тапсын деп әумін деп. Тортқа дым қатысы жоқ ағата қой. Бірақ бұл тәтті нан, дәмді махаббаттың төресі. Қалқым шапала құрсын, қолсы отпай, құда қаласын. Айқайшы қошемет қайда? Бірге! Ал ендеше қошеметтеріңіз болсын. Бұқсы тек қана мал сойып оны біледі ғой. Біләдіп. Әрқашанда ер азамат нам тураса береке кіреді дейді. Ал әрқашанда үстінен деп ойма, үйстік қой. Әдемілей бір ұл келсін, қыз келсін. Ең маңызды Құдай берсін, ұрпақ берсін, сәлек берсін, егіз берсін, туа берейік, Құда қаласы, аумин деп біргей. Ал ендеше, бүгін Спартак жаңа жасқа қош келбатсыз. Ал, деп қайық. Al ödeyeceğiz. Al. Koy. Yap. Cengiz. Al onu da yoktu. Rahmet. Расымен той каз 2-1 сағат кеше той бітеді негіз. Бірақ тамада да кетеді, ақшасын алады. Камерады аппарат ішінде үйге қайтады. Бір нәрсе есте қалады. Ол жаныңызда қанша қайғасын. Сізбен бірге қуанады, шаттанады. Ренжісеңіз сізге сіз сияқты мұңайы уайымдап ойға салады. Бірақ әлемдегі ең әдемі жас ол 49 жастық негіз. Нағыз үлкен белеске бастайсыз. Құдай берсін, маға берсін. Ешкімге жамандық көрсетпейтін жастар өттіңіз, балалық қалды, енді даналық қалсын. Құдай қаласа, күрестің ішінде бекке мәдені бұйырсын. Барша әулиелер қолдап, бір сәби бұйырсын. Ол сәби мал илайлап қойып, артынан 2-3 қарындас ұлдары ерсін, бауырлары көп болсын. Менің жаман сөзім сол болсын, мен сияқты 4 қыз бір ұлым болсын деп қояйын. Аумин деп қояйын. Алып келесің бе, алып келе, мақтайыз. Рахмет. Біздің қартаң дәмі кетір, сағат әует болыпты ғой. Ортаға шақыра, шапала құра, келесі дазарған есі, қуаныш есі, құтты қонағымызды той тілегі деп қарсалайық, ал шай ішіп отырып ортаға шақырайық. 7-8 сол дастархандағы құрметті қадірлі қонақтарымызды ортаға шақырайық. Ал 7 арна мен 8 арнаны шақырайық ортаға.
шақырдың ба? Қай кезде шақыратын білеміз. Құтты меней тойым мүддем айтуға болады дегені той болды. Үшеулі жас 49 керемет қадам. Сол осы мынау мерейлі тойым құтты болсын. Осындай бағанадан бері туған туысқандарым, құда жекжат, барлық туыстарым барлық қандай керемет тілектер айтылып жатыр. Сол тілектерге мен де қосылып, өзіміздің тілегімізді білдіруге отыр. Шын ниетіммен өзі керемет Аллаға мыңда бір шүкір. Осындай міне сенімен бірге осы қай өмірде, осы өмірде осы адамда келесі өмірге өтсіпті, осы сенімен жолдас болып кездесіріп, Алла тағаланың осылай мүддесін қылып, осылай кездесіп, жолдас болып жүргенімізге мыңда бір шүкір. Қуаныштымын, ризамын осы сенімен танысып, осылай сенімен жолдас болып жүргеніме. Сол осындай жолдастықтардан айырмасын. Иә, осы болашақта өзінің жолдасының екеуіне үлкен қадамдарына нұр жауып әрқашанда осылай бір жастықта қартайып екеуі бақытты ғұмыр кешіп сол Сабира, тыныш! Сабира жоқ болса осындай қызықта, қуанышта кездесе берейік. Алла тағала айтқан ғой, осындай әрбір адамның осы күлгені, әрбір адамның қуанышы, ол бір ғанибет деген. Сол осындай мынау керемет той думан, осындай мынау мүшелі жас той жасап жатқаның, осы керемет ғанибет. Осы ғанибеттен айырмасын, осы ғанибет бола берсін, әрқашанда. Спартак мүше жасыңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін, өмір жасыңыз ұзақ болып, осы Айнара екеуіңіз бақытты өмір сүріңіздер. Осы кішкентай сыңғырлаған сәбидің үні естілсін шаңырақтарыңызда. Барлық тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Мінекей бүгін үлкен той жасап жатсыздар. Бүкіл туыс туған жора жолдастарыңызды шақырып жатсыздар. Рахмет. Алладан қайтсын бізге жасаған жақсылықтарыңыз. Әрқашан той-тойласа берсін, өмір жастарыңыз ұзақ болып, осылай қызық қуанышта басыңыз қосыла берсін. Мен әкемнің нағашы жұртының арасында жүргенім өте қуаныштымын. Мен Спартак нағашы ағамның жиеншар боламын. Спартак аға, сіздің бас аман деніңіз сау болсын, әрқашанда бақытты болыңыз. Енді Айнара жеңгемді өмірде бір нәрсені білемін. Сіздің деніңіз сау болса, менің ағамның да деніңіз сау болады. Сіздерге тілейтінім өмір бойы әрқашанда тату болып, тек қана алға баса беріңіз. Спартак, братан, туған құтты болсын. Саған кейін зор денсаулық, братан. Şimdi ekran bay işi oldu. Ben Murat'ım yaşadım. Köp tabiye vardı. Isparta'nın aldım. Aydı bir olsun. Жасын алмайды, мұрындасың деп қазақтар. Достойно жігіт. Атынан сатсай жігіт. Мен бүгін, короче, мынадай бір туыстар арашығы болып, таңертеңнен бастап, короче, талапкер ауылда тұрамын. Таңертеңнен бастап, табиғатты тамашалап, күн ыстық, жай барқат, короче, өмір сүріп отырмын. Кешке таман, короче, ауылда табиғат ішімізде. Жаңбыр жауғысы келді ме, короче, сондай бірдеңе болды, короче. Сосын жауылмай, короче, ауылда кетіп қалды, кішкене сыр келеді. Сосын айттым, ойлап қалдым, мен дұрыс атына салсақ, табиғатта сайды. Кейде осылай маған ашуланатын күндер болатын, короче, ашуланатын. Сен сабыр сақтап қалады, короче. Родной, деп қояды. Şimdi ekranı bayağı bir şey oldu. Bunu bu bazı hastalıklar bilmiyorum ben. Ne için artık başladı. Çok
Ата қонысқа ие болған ұрпақ дәруіштің сөзі емес, ұрпақ деген қазаққа сәлік болған. Көбейік, мақтана ел болайық. Алла қаласа, бізде ата жері болып қалайық. Ата жері болайық. Қалыспай, қалмайық. Бізде бір жарысайық деп отыр Құдай қаласа. Той құтты болсын деп қояйық. Ұл тапсын деп қояйық. Жұмысы болсын сіздерге. Рахмет. Осы өмірді Алла тек қана по-моему, гонорары жақсы екен. Досым бергіш. 500 мың. Міне, осы өмірді Алла тағала өзі береді. Осы өмірді досты береді. Қалғанын Алла тағала өзі береді. Асқартай камераны білмеймін, достарыма қарап айтайын. Қалғанын Алла тағала өзі береді. Асқар тауды әке шешені береді. Оған құрақ қылып, ағаны, берік аға қайда? Құрақ қылып, апаны, қарындасты, ініні Алла тағала өзі береді. Осы өмірде тек қана досым саған 3 зат керек. 3 зат керек осы өмірде. Соны не керек? Айтшы тамады, сен ғана білесің. Бірақ өзің айтшы. Міне, ақша, ой алда. Осы өмірде тек қана бауырым, денсаулықта керегі жоқ. Осы өмірде 3 зат қана керек. Ең бірінші дос керек. Достың ішінде мен тұрмын міне. Өз-өзімді мақтап қояйын. Елкен болады есім. Спартак досыммен бала кезде мен жолдаспыз. Міне, досыммен. Екіншіден не керек? Міне, сүйікті әйел керек. Әйел деген не? Ол өзіңнің серігі. Үшінші азаматқа не керек? Ол мамандық керек. Мамандық не десең? Міне бүгін дастархандарың жайылып отқанның себебі сол досым, шу сенде барлығы бар. Алла қалған саған барлығын берді. Шу сенде бар, досыңда бар, мамандығында бар, барлығы бар. Содан айырылмай, қуантып жүре бер досым. Ал ағасы. Рахмет. Дос қой. Дос көп болмайды. Дос дара болады. Рахмет. Рахмет аға. Мен сізді түсіне алмай тұрмын. Өткен мен сияқты досты жақсы көре алмағанмын. Дос туралы көп әңгіме айттыңыз, сағат 12-мен қойып қояйын. Мына сағат не көрмеді дейсің? Бар көресің. Рахмет. Қайтармайсыз ба? Мен тебе не найду, брат. Кім келді? Құрметті қонақтар, жиналған қауым, бүгін жиналып отырған себебіміз ағамның 13 жастан шығуы. Бұл ағам өзі кішкентай кезімізден бізге бағдар беріп, өзінің қайратты, ер мінезімен бізге үлгі бола білген кісі. Сізге тек қана жақсылық тілейміз. Қуанышта да, қайғыда да қасыңызда бірге табылған тәтеміз аман болсын. Тек қана бақыт тілеймін. Шаңырақтарыңызда шеркес достықтай сәжілер, ой күлкісіне толып, иншалла қабыл етсін Алла тағала. Ең керемет сезім, иншалламыз альхамдулилля болған кез дейді ғой. Соны Алла тағала біздерге нәсіп етсін. Баршамыз тілегіміз сол, шаңырақтарыңыз биік болып, керемет кең болып, осылай қуанышта кездесе берейік. Құдай қаласа алдымызда есік тойлары көп бола берсін. Сол сіздер бәріңізге жиналғандарыңызға рахмет. Ал ағам ау, үшеу жасыңыз құтты болсын, ғұмыр жашыңыз ұзақ болсын. Ең бастысы, денсаулығыңыз мықты болсын, тәтем екеуіңіз бір жастықта қатайға Алла тағала нәсіп етсін. Жалпы ағам мен тәтем үйде мен студенттік шақта 4 жыл тұрдым. Бұл кісілер өзі сондай қонақжай
ақкөңілданда әрдайым үйлеріне қонақ іздемейтін, бәрін жақсылап қарсы алатын, риза болатын, бәрі риза болып кететін. Сол жақсы тілектер айтылып жатыр, соның ішінде бәрі сәби тілеп жатыр. Негізі ағам мен тәтем балалар бар, балалар көп. Мынау тұрған барша бөлелер, жиендер әрдайым балаларсыз тартатын. Әрдайым сіздерді қолдаймыз, қызметтеріңіздеміз әрдайым. Ағам менің негізі үлгі тұтатын, сондай жақсы адам, әрдайым үлгі тұтан, тәтем ақкөңіл, позитив адам. Сол. Болған досымдар. Нағашы, туған күніңізбен құттықтаймын. Нағашы, туған күніңізбен құттықтаймын. Нағашы, туған күніңізбен құттықтаймын. Нағашым, сізге осы өмірде барлық жақсылықты тілеймін. Алла қалағаныңызды беріп жүрсін. Мен не тілеймін, соны сізге тілеймін. Денсаулық, байлығын тілеймін өзіңізге. Тәте, мен сізге де байлығын тілеймін. Өзің туған тәтемсіз ғой. Туған тәтем болғанда мен сізді қатты жақсы көріп, сол сізге де бай жақсылықты тілеймін. Денсаулығыңыз жақсы болсын. Осы байлық халықтарға барлығына рахметімді айтамын. Осында Ана тәте мен Спартактарға рахметімді айтамын. Мен шақырғандарыңызға. Мен және списокқа қойғандарыңызға. Той сыйыр қауым, бүгін Спартак ағам 49 мүшел жасқа келіп отыр. Ағама тілерім, осылай жастан жасқа мүшелге келе беріңіз. Тәтем екеуміз осылай аман болып, өмірлеріміз мәндіде сәнді болсын. Алланың назарында бақыттың базарында болыңыздар. Осы жиылған қауымға рахмет айтамын. Және де осы тілерім, осы шаңырақтағы келесі той шілдехана болсын деп дұға етемін. Барлықтарыңыз жақсы тілек айтасыздар, осы тілектеріңіз қабыл болсын. Жалпы жылғы мүшел жасыңыз құтты болсын. Жастан жасқа тола беріңіз. Тәтем екеуіңізге Аллам екі күнге бақытын нәсіп етсін. Ол бақытта бәрі де кіреді. Тойларыңыз тойға ұласын. Тек жақсылық болсын. Армандарыңызға қол ұстасып бірге жете беріңіздер. Үлкен ақжауапты ана, ата, әже болуға жасайсыздар. Біршіге қонақ, шапалағы қосылай. Жизе, поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, удачи, успехов, чтобы у вас все получалось, чтобы чаще ездили в бильярд играть, чтобы всегда были такие позитивные. Вы от всей нашей семьи Балдабаевых, кто там в Тюмени у нас живут, поздравляю вас, все присоединяются. Когда-нибудь вы приедете к нам в гости, также примут, как вот наши приезжали, все-таки также примут вас в гостях. Что могу сказать? Только самое положительное о вас. Будьте, оставайтесь собой. Все, в принципе, рахмет за приглашение. Всем присутствующим здоровья, успехов. Не Россия, Тюмень — это наша земля. Просто мы по-темному отдали ее. Отырамыз, жігіттер отырамыз. Слай, бізді сыйлап шақырып келгеніңізге көп рахмет. Айнат тәтеге де рахмет. Нұрсымжан айтпақшы, біздің туған тәтемізсіз ғой. Сізді сыйлаймыз, нағашыны да сыйлаймыз. Біздің арамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Сіздерге тек қана бақыт тілейміз. Осы туыстардың, достардың, бүкіл халықтың алдында сыйлы болыңыздар. Қалаған арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Армандарыңызды мақсатқа айналып мақсаттарыңызға жетіңіздер. Сол аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Айнат тәте мен бақытты болыңыз. Сізге тілерім денсаулық.
отбасыңызда байлық бәрі болсын. Ешкімнің айыбы болмасын. Ал жымиямыз, күлеміз, Спартактың бүгінгі туған күні құтты болсын. Вернулась говором чая, песня прибоя, потом звучит. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. Детские сказки носили в ладони листья. Ол жаяу емес. Ол Манарбек өсіріп өндірген аю. Анаргүл тамағын берген аю ол дейді. Қошымен қосып қояйық қадірлі ағайын. Өзімізді сөз қылайық, бата қылашы ән қылмайық, жыр қылмайық, ортаға шақырайық. Той иесі деп қарсы алайық. Таратай! Ал той құтты болсын. Шамалақ қайда? Ал қояйық! Кәнекей! Бір-бір қайтайық. Қасиетті Қызылжар, қасиетті Петром ауыл. Бүгінде Жамбыл ауылы түріне қошеметті қарсы алайық. Той иесі деп бүгінде құрмет қошеметпен, Спартакпен Айнарды қарсы алайық. Шапалақ қайда? Су қайда? Репетиция. Пойдем. Құлым деп Құдай жар салып. Мұхаммедтің үмбеті. Сенде өмір бар. Сен үшін тұратын жүрегің бар. Сенің бағың мен сенің өмірінің тірегі. Арнагүл деген сыйың бар деп. Не болды? Сүйген дұрысын тойды кешкешін. Пеште алмайын демей ақ қойсын. Бақ берсін, бай берсін деп Құдай тілемейді қазақтар. Қыздардың бағы жақсылықта, төрісте төрде болған аналар жаулығын арқалаған. Бүгінде Спартактың жанында жүрегімен өмір болған, біздің де сұлу ару қыз келін болған, бірақ жүрегі нәзік, пәктік, таза болған. Тазалық сонша кейде бір бұланып әшкеден қараған, кейде бір ашуланып қабаған түйіп ары қараған, ары қарап бері қарамай тұрғанда махаббат деген кегі
мән беріп қайта бұрылған. Махаббаттың сезімі күшті ғой, құдіретті. Махаббатпен жаратқан адамзатты сүй, ол Алланы шыңнан тетіп абайды әнмен жырлаған. Мінекей, өмір келгенде бәріміз бала сүйіп бақытты болу емес. Бақытты болу үшін жаныңда серікті сенім болу, жүрегінің жартысындай ие болу дейді. Бүгінде ән шырқайды Сәкен Майғазиев, жүрегімнің иесі киесі дейді, бірақ бесікке тербелмейді. Бұл жасанды сөздің жақсылығы. Ал шаппай Құдайдың сөзіне теңелмейді. Аллам айтады, ей пендем, мен сияқты жалғыз болма, жарым болсын. Мен Хауанан жаратып адам атаға серік болсын деп, жақын болсын деп жүрегінің түбінен қабырғаның сол жақ жүректен жараттым, саған тең болсын деп. Семен сөйлесіп жарыспасын, сөз бақ дүние деп таласпасын деп, саған ие болсын, қорған болсын, еркелетсін, алақанға жай сал беркелетсін деп саған Хауананы жаратты деп адамға аманат қылған. Мінекей, барша адамзаттың ұрпағы адам атадан тараса, Хауана жақын болған, ең керемет сұлу болған. Жебірей періште өз сүйіш сұрап, Хауанадан ұялып, үміт қылып, бұрылып тұрған дейді. Адам атаны соншама ғашық болған сұлу кім болды деген кезде, Спартактай азамат, Құдай, жалғыз қылма, тең қыл, тең болсаң, үшеу бол, төртеу бол деп 49 жасқа дейін Құдайдың тілеп тұрған. Құдай жар болсын, жындың сандырақ елетіп, мендей тамадан тілегі қабыл болсын. Құдай қаласы срочно келесі жылы егіз тауып, мен пішпей тойға дейін тамада болай, ау мейлі қой. Ал ендесе, ғашық болған, күнмен түнмен таласқан, 4 мезгілді жиып талған, жүрегімнің иесі деп ән шығарған, бақпен таласпай, бағым менің жүрегім деп қуанған, ал ғашығын ортаға шақырайық, ән салған деп қарсы алайық, кеттік алған. Бағым менің, жүрегім менің, шапалақ қайда, орнымызда тұрайық, орнымызда тұрайық.
жетпейді ау. Хауаның өзі бір тұрған шығар құдай өле. Осығай қошып отырайық, қадірлі ағайын. Айнар мен Спартак бақытты болсын ба? Шақырайық қадірлі ағайын. Енді тарттың бірі қыдырманың бірі уәли деп тойымызды қуанышқы сәттін бағалайық. 7 қадам басайық. 3, 4, 5, 6, 7 шапалақ қайда? Мынау бір байдың қанша той болмасын, өтірік қана сценарий құрған той болмасын. Ағайынды жақын қылайық, туыс қылайық, жақын қылайық, болмасын. Қазаққа бұдан кейін жолы болмасын, әлем ауырсын. Қазаққа бұдан кейін жолы болмасын. Бағанадан мен байқап отырмын, мен айтпайын десем де сөзге салмақты қылып салып отырсын. Спартак, ты красавчик, сөзім болғасын. Болмай-ақ қой, біздің шаттық қуанышпен бөлістік деген шақырғаннан кейін ермекті отыршы қойдыр. Тақия қайда басында. Я тебя же предупреждал. Тойыңыз құтты болсын. Пандемия еске алмайықшы. Бәрімізден кетті ғой жақсы адам. Әр семьядан бір жақсы адам кетті ғой. Ғұмыры қысқа деп, сауып қой деп, жай ғана жаптық қой. Той құтты болсын. Біздің Спартак 49-ға келді ма? Бұйырсын 61 жас, келесі 3 жас. Біз бағана ермекпен туған күнді не үшін табыстадық? Менен құтылдым, саған жетсін қиындық деген жоқпыз. Менің бағам саған жалғансын, сен де мен сияқты жеңіл өт. Ауырма сырқама, той қылып өтіп ермекке шапан кигізіп құрмет қылған жайымыз бар. Алла қаласа 61 жасқа келесің. Ол мүшіл жас, 2 жас жарым бар, ол пайғамбарлық жас деп тойламайық. Бүгінде пенсия деп еврейше құтты қылайық. Негізі 60 жас тойлайтын жас емес, пайғамбарымыздың көз жұмған жас екен ұмытпайық. Яссауидің өзі ұмыт қылмайыншы деп, кәт болмасын деп қалған 60 жердің астында өмір қылған. Сондықтан ал ендеше солтүстіктің азаматы болды, Қазақстанның түпіріне бөлмей, сен жастарға сенген Мағжанның азаматысың, Шалақынның төресісің. Бүгінде ел болған. Солтүстік Қазақстан не үшін аталмай жатыр әлі? Петропавловск неге Павловск аудара алмай отыр? Өйткені ол жерде қасиетті тақ бар. Уақыты келеді, оны да біз аударамыз. Мұрт қойғансың ғой? Охрана уже не поможет. Мұрт қойыпсың, Шоқанның өзі 33-те мұрт қойыпқан екен. Қамалалы сенген екен. Алла қаласа, тойыңыз құтты болсын. Өтірік болайық, жоқ болмайық, ағайын туысты бауыр болайық. Жарайды, ағайын туыс бауырлар, тура жекжат, тура жолдастарым, жігіттерім, жиендерім, женшарларым, бәрі туысқандарым. Онау өткенде бір құданың үйінде болдық, құдағиымыздың. Сонда анау сүттің бетіне қаймағының қалқып алған осы сіздерсіздер. Соны естідім, өте бір жақсы сөз екен. Сүттің бетіне қаймақ қалқып алған, осы міне әріптеп алған өзім. Мен өзім дегендерді шақырып, осы тойыма келгендеріңізге қуаныштымын. Қуанышымызды бөлісіп, алтын уақыттарыңды бөліп, міне бүгін 49 жасқа Алла жастарына келдім ғой, жаңа мүшел жастан шығып жатырмын. Ол Алланың беріп жатқан нәсілі шығарсын. Осы әрдайым осы баршаңызда жақсылық болсын, осындай той думан болсын, осындай тойда қуанышта ғана жиналайық басымыз. Мынау өзі қол болып тұрмын. Рахмет келгендеріңізге бар ма? Шынымен бәріңізге де рахметімді айтамын. Ербол ағамыз келіп отырған үлкен мазмен, көптен көп жеңгей рахмет сіздерге. Осы жерде отырған баршаңызға Дина тәтем, Галина тәтемді, жеңді, Майра тәтем, Әсия тәтем, бәріңізді айта берсем, егер де біреуіңізге көңіл бөле алмай қалсам, кешіріңіздер. Әр тойда бәрі бір кемшіліктер болады шығар.
ренжімеңіздер, мүмкін көңіл бөле алмасам, артық кетіп жатсам, кемшілік жасап жатсам, бәрінен кешірім сұраймын. Осындай той думан болсын, той домалақымыз таусылмасын. Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Алла жаста өздеріңіздің мешіт үйлеріңізге жетуге Алла тағала нәсіп етсін. Әрқашанда осындай тойда ғана жиналатын болайық. Рахмет баршаңызға. Сіздерге бүгінгі Спартак күн себеп Спартактың 49 жыл жасы. Осыны енді 2 ай бұрын ақылдасып, мүшел жас болғаннан кейін туған туысқандармен, бауырлармен, Спартактың барлықтарымен ақылдаса келіп, Спартактың 49 мүшел жасайық деп шешімге келдік. Енді бүгінгі күні негізі суббота қылмақшы болғанбыз, енді расымен де оны іздедік, бірақ таппадық. 23.08.23 деген күнге келіп тұр екен. Негізі бұл Алланың берген күні шығар. Ayı oturup ardında. Kişinin көңіліңіз ренжімеңіз шапалап орайық кішкене. Оңай емес қадірлі ағайын. Шешасы келіп қосын. Неке Спартак, саған не тілеймін? Денсаулық тілеймін. Саған ең бірінші расында да денсаулық тілеймін. Арман мақсатымызға жетейік. Бірлі шүбірлі болайық. Осындай балапандар көп болсын жанымызда. Неке рас. Жаңа айтып жатыр ғой Спартак. Жақын, өзімізге жақын тартқан, арамызға өзімізге жақын тартқан барлықтарыңызға осы мыңдап шүкір етіп, Алланың қалауымен сіздерге көп рахметімізді айтқымыз келеді. Расында да Спартактың папкасы мен мамкасының жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын. Амин. Ол кісілер өте жетіспейді қасымыздағы, енді Алланың ісі деп ойлаймыз. Сол неке өте қазір қобалжып тұрмын. Үлкендеріміз аман болсын деп тілеймін. Спартактың бауырларына, қайнағама, апаларына, абысындарыма, бәріне де мыңда рахметімді айтқымыз келеді. Осы той расымен көпшіліктің арқасында өтті. Қайнапам болып Жанар тәте осы астанада тұрып, Алмагүл, Анаргүл барлығы осы тойға ат салысып, расымен де осы уайым, қайғымен жанымызда жүрген рас осы кісілердің арқасында деп айталам. Жаңбырдың жаулығына қарамай барлығын рас тасыдық. Самал апамызға ерекше айтқым келеді, мінекей Бешкөлден жездем келді. Сол мінекей сіздерге өте ризамыз. Бүгінгі сәрсенбінің сәтінде алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір шүкіршілік айтамыз. Семьяда бақытты болыңыздар, денсаулық тілеймін. Қандай тілек тілеп жатсыздар, әр тілекті Алла тағала қабыл етсін. Сол барлықтарыңызға мыңда бір шүкіршілік етемін. Орталық ауылынан келген, Петропавл қаласынан келген, Бешкөл қаласынан келген. Сол барлықтар туған туысқандарға, бауырлар, сол Спартакты құрметтеп, қадірлеп келгендеріңізге өте ризашылығымызды айтамыз. Той деген көпшілікпен бітеді ғой той. Тойдың болатыннан болары қызық дейді. Сол мына жерде енді әкем кетсе де, шешем кетсе де өмірден әкеміз, шешеміз ақылшымыз отырған Берік ағамыз. Берік ағам, мыңда бір рахмет. Осы басып ұйымдастырып отырған әрдайым мақтан тұтам. Рахмет, сенің көп көмегің, апаларым, қарындастарым, сендерге бәріңе рахмет. Енді менен қайтпаса, Алладан қайтсын, осы жақсылық жағын ғой. Ана қара шаңырақтан келіп отырған Балғалиегім өзін ана жақтан арт теріндетіп, алын тастар, Балғали, саған да мыңда бір рахмет. Алла жақсылық
орталық иелі, ағайындар, естіңдер, орталық иелі енді әлі 8 үй бар, енді Балабектің өзі көшкісі келмейді. Енді біз көш деп жатырмыз мұнда. Бергі ағасы айтады, кел енді орталық бітіп жатыр. Енді үй ойланып жатыр енді. Бұнда тастап кеткісі келмейді, осы Қараша қарағымыз бар ғой. Енді Алла жазса, енді өзің білесің Балабек енді. Арамызға келіп қосылсаң, бірақ орталық өзіміздің кіндік қанымыз тамған жері ғой. Бізде сен орталықта болса екен дейді. Өмірдің ағымы солай болып тұр. Орталық көшсе, енді қайда барасың, сен де көшесің. Сондықтан орталық демей, Петропавл демей, Мәмлүк демей, жан-жақты туыстар келіп отыр. Құрметтеп, осы құрметтерің Алла Тағаладан қайтсын. Алла Тағала осындай жақсылықты сіздерге нәсіп етсін. Рахмет. Амана, Асаба сізге де ерекше рахмет. Жаңа айтады ғой, Асаба, тойдың сәні Асабада. Өркен өссің сен де. Табысыңды, жемісін көре бер. Бала шағаң бар, 5 бірдей балаң бар, солардың ертең қасқанда. Жетеу. Тоймен солай. Өзің де осындай 49 мүшел жас. Одан аса бер, Алланың берері көп. Соны қабылдай бер. Қайда жүрсек те міне, сіздерге де міне рахмет. Осылай жақсылықта болайық әрдайым. Аяқ жарқын деген той. Тойхананың иесі аяқ жарқын. Сізге де мыңда бір рахмет. Тоғырларға, официанттарға осы жерде құрмет қылған бізге. Рахмет. Рахмет. Қашан бір айнады сөзді тыңдай бересің. Тоқташы болды. 49-ға келді ма, мужик болса что. Ты когда будешь мужиком, будет у тебя мужик деп әңгіме айтып Ал, қадірлі ағайын, негізі адамның өмірі ойыншық емес. Біреулер 9 ай 9 күн болып, менің 2 қарындасым шетінеп кеткен, жағып көрген жоқ. Адамның дүниеге есік ашып келгеннің өзі бір бақыт екен. Әрқайсымызша кейде недовольный айнаға қараймыз ғой, анау мынау қырсып деп, ол Құдайға күбірлеген. Біз өмір сүріп жатырмыз. Мына дүниеге келіп біз анау 1000 миллионның ішінде еліктіміз, біз жеңімпаз болып өмір сүріп жатырмыз. Сол үшін шүкір деуіміз керек екен. Ал баршаңызға маңызды емес мамандық, сал-серілік той төрлеріміз той құтты болсын, қадірлі ағайын. Қуанышпен жалғассын, Алла қаласа мен тілеймін. Мен бағандан бері айтып отырмын ғой, мен демей-ақ қояйыншы, құрсын Алла сақтасын. Мен осы тойдың тізімін бір әдемілеп шарқайын. Осы әулеттің тойында Жанар мен Таңаттың баласы үйлен тойында қызмет қалыптың бір шабала барып қолайын. Ал, менің бірінші клиенттерім. Әділікпен Алмағұлдың тойында 2 рет асабы болыппын, қошымен қосы жоқ қояйын. Манарбек пен Анаргүл тойы 2 рет қызмет қылып, мен балам әні. Рахмет. Үшін, кеше Тұрсынбек айтып еді. Қыта-мата қылмайын, шайдармады өзіне қайтарайын. Есен елеукен, шалқарыс кетіп, братанға қайтарайын депті ғой. Мен де сол сияқты. Осы әулеттің тойында аман есен аяқтайын. Пенсияға шықпай, тойды қылайын. Бірақ 70 жасқа толасын, мені шақырасың. Ё-моё, 5 балам болсын. Аяғын тартып братан демей-ақ қойсын. Папа, брат, қайдасың деп саған сөйлесті. Ал, қадірлі ағайын, той қылайық, жиын қылайық. Мен десем, Құдайға мен деген сөзді, тәкаппарлық сөздің кезі. Біз деп сөйлейік. Бүгінгі тойдың киносы менге дейін мен жоқ болайын. 6 сағаттан кейін деп қойайын, бірақ киноны әдемілеп өрлейтін, өркендейтін, өрнек дейтін, әскербек деген азаматтар қол соғайық. Құдай қаласы 6 күннен кейін, 7 күннен кейін, 24, жарты айдан кейін деп қойайық, әдемілік. Ал, Ғалымжан, Мағжан Ғалымбек, Мағжан Ғалымбек, Марқат, екеу бар ғой. Мен екеуім әдейіліп сынайым да, екеуі де ше, класстастарына ғашық болған ғой.
біреу ағасынан біреу қарындасына ұшмай екеуі бай болған Семей, абай облысы. Енді көп рахмет. Мына бүгінгі ресторанда бізге аюға дейін уақыт тапқан, қошемет жолын салған, Ақжарқындай сұлудың сұлуы ортаға шақырайықшы, бар ма? Ақжарқын қайда? Тоқаев кеше құлағыма сыбырлап айтты. Петропавлды Қызылжар демеймін, Мағжан Жұмабаевтың елі болар деп ат қоямын деп отырды. Бата сұрайық. Алын десе, бата сұрайық, ауымей деп бата қылайық. Алла тағала амандық берсін. Мана бәріміз айттық қой, осы мүшір жасынан сүрінбей дұрыс өтсең, біз бәріміз білектен түс соған. 70-100 ел арасында біз болайық, той болсын. Мейді қадер сыйлығымыз бар, жолыңыз болсын, ақ бересін. Ал мені Құдай қаларса келесі жылы 5-0 тойға шақырамыз деп қол соғып қоя. Рахмет, Азамат. Ал, Азамат, Арман, сен не үшін таңдап маған осып жатыр? Ты можешь супер тамада, но ты не главный тамада маған осып жатыр. Сен Ескендір ағамды елемесең, қадыр адамды қадірлемесең, атамекеңді айтпасаң, мен саған ризамасын той иесі маған ұрсып жатыр. Бола ма? Қосағамыз ба? Көкілімде көп алмаймын, көкілім маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсе атамекен, көкейімде жанады екен, күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Жасыл жайлау көктөгілем, көктөлемде көп алмаймын, көктөлем. Күннің нұры айдың аппақ сәулесі, қазағымның мақалады деп білем. Қайда жүрсе атамекен, көкейімде жанады екен, күннің өзі ұясына қимай алып батады екен. Күннің өзі ұясына Спартакпен Айнарды қимай батады екен. Шағала қайда? Естілмейді? Жасыл жайлау көктөгілем, көктөлемде көп алмаймын, көктөлем. Асқар тауы аспаныммен таласқан, қазағымның мәртебесі деп білем. Қайда жүрсе атамекен, көкейімде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Қайда жүрсе атамекен, көкейімде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Bismillahirrahmanirrahim. Алла тағала мынау бүгінгі тойымыз аман есен жақсы өтті. Осы тойға келген бүкіл ағайын туыс, жолдастар, достар, Спартак пен Айнардың
мынау құдалар, құдағилар, сіздерге көп рахмет. Әрдайым мына Спартакты шаңырағында тойғаны болсын. Әрдайым көргендері мынау қызық болып беріп жатқан бәрі халықтың тілектері орындалсын. Алла тағаланың құлағына салынып. Осы дастархан мол, көңілдер жайлап, денсаулықтар мықты болсын. Алла.